yaylavda biz bir böket Халықты әзілменен араlayımız. Албандардың еліне келген кезде осындай ағайынды жағалаймыз. Микрофоннан тосыннан істемеді, оның істемегеніне қарамаймыз. Нұрғали бүгін жырын арнайды ғой, дегенмен жыр айтудан талмайды ғой. Албандардың еліне келіп тұрып осылай сөз айтпасақ болмайды ғой. Дегенмен бұл балдарың жырлайды екен, Нұрғали микрофон болмаса да тынбайды екен. Жаңа түскен келін құтты болсыншы деп, ал енді алдымдағы бұлағайын аямай шапалағын ұрмайым екен. Алдымда өлең дейтін арлысың барып, ойбай-ау мынау кім деп таңбысыңдар. Мағанда бір қошемет қылсаңдаршы, немене шапалаққа тармысыңдар. Бұл әулет тек дәулеттің бір еді ғой, білгенге мұнда да көп мәнді сыр бар. Дәл осындай беташар жасап жатқан Гүлғашима апама алғысым бар. Бұл тойға қонақ болсаң арман жоқ қой, бақытты қонақтарым бармысыңдар. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, арманы жоқ адамдар, армысыңдар айбе. Ағайын, сен мен үшін бағалысың. Дәл қазір жылып отсын маған үшін. Мен деген өлеңімді айта берем осындағы мұсылман адам үшін. Ағайын, мен бұл жерге келіп едім, сөзімнің айтсам ғой деп саналысын. Мен бұл жерге келіп ем байыппенен беделді. Мен бұл жерге келіп ем байыппенен беделді Гүлғашима анам үшін. Қысқасы сіздер үшін кептірмін ғой, бір болсын қызметіңе жарау үшін. Ал ағайын, ендеше нарулыңа аямай бір қошемет қағамысың. Түрі қара болған мен сіздер үшін ақ ниетпен кеп тұрған бала үшін айбе. Оу! Жігіт едім айтпайтын ұлыққамын. Және ұмытпайтын қазақтың ғұрыптарын. Мінекей бір келінді түсірдіңдер. Келінменен араны суытпағын. Келінжан саған ене пайда болды. Оның да ұмытпағын ғұрыптарын. Енеңе қарсы шықпастан келін жанау оның тігінші екенін ұмытпағын. Қалайша ел алдында ақырайық, мынау тойдың қызығын бақылайық. Азаматта үйленіп жатыр міне, еркек деген затына атылайық. Менің жанымда бірдеңені уайымдап тұрған балдарыңды ортаға шақырайық. Азаматжан ортаға шығып қойшы, ағайын қошемет қып отырайық.
Бұл балаң бүгін үйленіп жарады ғой. Оң болған бүгін міне талабы ғой. Ағайынның алдына шыққан кезде қос қолыңды көтерсең болады ғой. Азамат, сен қос қолыңды көтеріп қойсаң, ағайын шапалағын қағады ғой. Дегенмен үйленгенің құтты болсын, үнемі қуанышың жүкті болсын. Ал енді жас келінге айтарым сол, көп ұзамай аяғы жүкті болсын. Қыздары қыз жібектей қылықты болсын, ұлдары төлегендей рухты болсын. Осы тілек қабыл болсын дегендердің тағы да шапалағы мықты болсын. Ал азамат балдарыңа айтарым сол, үнемі қуанышы жүкті болсын. Осынша жыл құшақтаған көрпесінің әйелге айналғаны құтты болсын. Ол талай қыздың тістеліп бармақ үшін, бір қызға тура кетті талғам үшін. Азамат балдарыңа қараңыздар, керемет жаратқан ғой Алламысың. Азаматтың көргенде нұрлы жүзін нұр кезет жеткіз алмас таңданысың. Сен бүгін жігіттердің арланысың, сен бүгін адамдардың тарланысың. Негізі осы әулеттің қанжарысың, білдей бір албандардың қорғанысың. Бірақ сонда екем деп аспандама, себебі бір арудың жанжарысың. Негізі бұл келінде бақытты ғой азамат барып сырғасын салған үшін. Азаматтың да байланды қос аяғы өзіне тұсау салып алған үшін. Бүкіл бойдақ қыздарға көңіл айтам, азаматтан айырылып қалған үшін. Қошеметін көрдің ғой бағал елдің, қошеметін көрдің ғой санал елдің. Азамат ел алдына шыққаныңа рахмет, ал енді орныңа бара берген. Балдарың алдарыңа шыққан кезде ағайын қошеметті қаға берген. Бәріңде бермен келіңдерім, айтылмаған майда пәшақтар, бәріңде бермен келіңдер. Мамаларың бір қоған, папаларың бір қоған, дейін тебенді беріңдерім. Бұның бәрі бағалы, бұның бәрі саналы. Осыларды айтқанда алдымдағы ағайын бір қошеметін қағады. Бұларда бір ақша бар, тиын тебен салады. Мына той баршамызға бол салайық, қуанышты бәріне жар салайық. Ал ағайын назарды бұрып тұрып, қос қолды ұрып тұрып, Албан еліне келген келінді қарсы алайық. Кәнеке ардақты ағайындар бір